50 мың болады, иә? Аш карандашпен? Карандашпен 10 мың теңгеде болады, иә? Ол ертеңге дайын болады. Мен осы андай сурет салдырсам ба деп ойлап жүрмін да. Мынандай бүйтіп алдым мен тұрмаймын да. Бүйтіп артымен тұрамын да. Короче, қолымды бүйтіп тұрамын ғой. Түсіндіңіз ба? На жерге артыма жазып қою керек қой. Безумно можно быть первым деп ше. Типа қалада осы жігіт двигаться етіп жатыр деген сияқты жаға түсініп тұрсыз ба? Авторитет деп ше. Алмас деп. Өзің базарда точкалары бар десеңіз. Ондай істей аламыз ба? Мен онда ертең ақшаммен кәдімгідей братла келейін. Саған қойшым кезінде арқаңа жазатын өте мынандай кішкентайға болмады ма? Жоқ, оны түсініп тұрмын ғой, ол без проблем, сол кезде сөйлесек. Самый главное, жаңағыдай істей аламыз ғой, Болды ғой. Кім білетін атын? Алмас. Или андай қылып қоямыз, короче, арт қарап тұрамын да бүйтше, артыма. Қыздардың арманы деп жазып қойсаңыз. Ай, фантазиям масқара ғой негізі. Онда жақындай маған бір-екі күнде, ә? Ол есіміңіз? Болды, аға. Адам көбейіп кетті. Жара берем екен ол саған. Кеклін кезген бозбала шашымайда. Вообще, бір 20-30 теңге болса. Іздемеген жігітке қыздарға айда. Оймаға өз күлім көз құралай қас. Кездесермін өзіңмен осындайда. Қызылқұмда ауылым, қыз-қызғаласа ауыл. Вообще, бір 50 теңге жоқ бет. Братан, здравствуйте. Здравствуйте. Я, короче, вот только что начинающий рэпер, братан. Я, короче, один рэп замутил. Я вам смотрю, вы очень стильный такой. Ну, разбирайтесь там в рэпе. Ну, скинь мне по WhatsApp, я послушаю. Нет, один куплет можно я сейчас, типа, исполняю, а вы оцените? Нормально или как бы? Но я не по-казахски, не по-русски, я на французском рэп читаю. Серьезно? Смотрите, jeteur marge de dollar oui, a jeune fero mordeur de les oui, a jeteur mordu vede de le roi, im de le roi, je dois de roi zum te roi, de roi, jeteur moje beroi, on tour, merwi, chim тору там пежида, а шин шин. Дальше, ну, по-китайски идет, но я еще не... Не, ну звучит нормально, мне нравится. Ну, насчет на китайском не знаю, но на французском хорошо звучит. Да. Это И чё, как успехи? по-французски я будущий камазист называется. По-французски. Знаете, это дальнобойщики, типа. Да, знаю. Да. Я хочу дальнобойщиком быть, это когда растить мой возраст. Зачем тебе дальнобойщиком, если ты рэпером хочешь быть? Ну, потому что у меня дома КамАЗ есть. Мы тоже хорошая вещь. КамАЗ воровали, короче, это с Урала. Вот. Я в целом вообще вор, ну, как бы ворую, да, вот. Бывает. А сейчас рэпом занимаюсь. Тоже хорошая вещь. Как бы нормально, да, братан? Ну, мне нравится по звуку, ничего такое. Да? А вы, знаете, что это пранк? Мы там снимаем, братан. Классно. Это был пранк, там снимаем. Я поверил, да? Не, ну, было прикольно. Все, от души, братан. Удачного дня. Здрасте. Здравствуйте. Қалдырасыз ба кішкене? Қалдырасыз ба? Что жейткенсіз просто? Так аппетитно кушаете? Можете? Да. Кішкене қалдырыңызшы, және күте тұрамын. Погода тоже классная. Ашынен мороженое жеп, құр баплейін бермеңіз, кішкене мороженое қалдырып қойсаңыз астына, иә? Сізде бар ғой мороженое? Жоқ, просто мына жерлерінде уже мороженое болмай қалады да, бас жағын. Жоқ, пока жей тұрыңыз, күте тұрайын. Когда уже нормально болады, сол кезде бересіз ғой. Я нормально. Сосын, Вы реально хотите? андай сілекейді андай төк жүрмеңізші, андай грамотно жейсіз ғой. Просто не дезинфекция, не да, андай. Вообще нельзя. Нет. Я уже обслюнявилась. Не, нормально. Туберкулез, ондай неме ауырмаған шығарсыз, иә? Все. Можно быстрее, просто жегім келіп тұрады. Давайте я вам куплю. А? Давайте куплю вам. Куплю? Ол новый емес. Маған сіздің жегеніңіз ұнап тұр. Такой романтик, я такой, да? Он достарым айтады, романтиксің ғой сен деп ше. А? Достарым. А, достарым неде? Қырғызстанда товар алуға кеткен ғой.
салфеткаңыз құлаққа алып берейін ба? Я же джентльмен, смотрите. Классно. Боже. Ну, Вы серьезно хотите мое мороженое? да? Ай, вы такой интересный человек. Не, у меня, видите, у меня есть деньги. Но я не хочу новую купить. Просто я хочу вот как Я не хочу, я аламыз, что мен жеген бір менің жегенімді біреу жейді. коронавирус. Коронавируспен ауырып едіңіз, дәм сезбей. Ой, ой. Только остаточно. Ой, елки-палки, неге сразу айтпадыңыз оны? Ужас, ужас, ужас. Андай не жоқ па? Антисептик? Есть? Ужас, ужас. Неге сразу айтпайсыз? Блин. Ужас. Все, до свидания, айналайын. Бағана бір айтпайсың ба? Қыздар, саламатсыздар ма? Сіздер қазақсыздар ма? Мен, короче, енді бастап келатқан рэпермін да. Соған бүгін бір трек шығардым да, новыйдан. Соны оценивать етесіздер ма, типа? Қалай екен? Шет жүрсем сағынарым, жабықсам шағынарым, анашын бір өзінсін табынарым. Фенти, 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 Луи, Гуччи, Прада, на мне. Қалайсыздар? Басша бұл, оннан 10 берем, соңғы жарым. Жоқ, ол енді шығып келатқан ғой, просто әлі толықтай шығарамадым да. Басша. Бұл несі мелодиясы бар ғой, соны естігенде нормально болатын еді. Да? Мелодиясы. Все хорошо. Достар, егер де видео ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар арнаға тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Біз видеоны әрмен қарай жалғастырамыз. Енді достар, келесі алданатын қонағымыз «Бизнес по-казахски» фильмінің беделді актері Қажет Смағұлов ағамызда алдайтын боламыз. Кеттік. Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум. Қалайсыз, братан? Суретке түсуге болады ма, братан, сізбен? Отыра беріңіз, сөйле, отырып түсе салайын. Бере салайын. Мен сізді баяғыдан көретін ем. Ой, рахмет. Қалайсыз өзіңіз, творчествоңыз? Бәрі жақсы болып отыр ма? Ой, сіздің киноларыңыз қалдырмай көремін ғой. Алматыда тұрып жатсыз ба өзіңіз? Иә, бір жыл болды көшіп көрдім. Мексиканы көрдің ба? Оны енді көрем. Қалған бәрін көріп ұстаған. Масқара ойнатасыз қаға. Мен өзім тоже нем аға. Актермын да. Енді болашақ құдай қаласа енді көтеріліп келатқан. Мен папам бір ұсыныс айтсам қалай қарайсыз аға осы жерде қазір? Видео позвонить емес. Жоқ, ондай емес аға. Мен өзім әкем Шымкентте бизнесмен да. Сонымен өзіме жеке кино түсіріп берем деп жатыр да. Өзінің жаңа режиссер достары бар, көп адамдармен жақсы араласады да өзі. Кәдімгі ауқымды кәдімгідей кино түсіріп, кинотеатрға шығарғымыз келіп тұр да. Соған енді жаңа сізді көріп қалдым да, ойланып отырмын да. Сізді басты рөлге неғысам ойнатып берсеңіз. Ақша жағынан. Дым ойымдамасыңыз шағы. Мен андай сосын аға кішкене Қазақстанда болмаған кино түсіргіміз келіп жатыр да. Қандай? Мысалы қазір байқайсыз ба, барлық Қоянбаевтың да кім түсірген Нұртас Адамбаев бар. Ол кім түсірсе де бәрінікі бірдей жанрда, андай өзгешелік жоқ. Мен шетелдің киноларын көп көремін да. Яқты білесіз ғой, енді кішкене андай арасында ятсыз нәрселер де болады, сүйісіп қалады, еркек пен еркек сүйісе салады, қыз бен қыз сүйісе салады, сондай ерекшеліктері бар да. Сондай нәрселер бар арасындағы. Оның андай болады да, енді актер болғаннан кейін бәріне дайын болу керекпіз ғой. Киноның бас жағында, мысалы, сізге айтсам күлкілі болатын шығар. Сізді басты рөлге қойғанда, енді басты рөл болғанда екеуміз андай дос боламыз да. Дос болғанда енді сіз танысып ше, анау кімнің Жахан деп қойған, Тәуекел Муслим бір кино түсіп еді, оның бір Қырғызстанның баласымен, кішкентай баламен, екеуі дос болып ойнайды ғой, білесіз ба? Типа сондай сияқты болады да. Бірақ киноны андай ғой, ең соңын басында бір көрсетеміз да. Білесіз ба, кинолар сөйтіп басталады ғой. Аха, сол кезде аға енді қалай болады екен білмеймін, бірақ екеуміз сүйісіп тұрамыз ғой. Жоқ, енді аға ол. Жоқ, мен сразу бастартамын.
білесің бе неге жарайды көйсем актер болсаң істейсің да оны жоқ сіз бірақ енді қара мен саған сразу айтайын уже сенің кино өтпейді жоқ сіз түсінбедіңіз оны сценарийін оқысаңыз вообще құлайсыз сіз ол не үшін сүйіседі деген сияқты ол кәдімгі гей болып ойнамаймыз ғой андай спор болады да бля мен уже жүремін ең соңғысында сізге келіп сүйіскен кезде сонымен ең соңғысында елдер түсінеді не үшін сүйіскен екенімізді ше бля мен жоқ саған андай түсініп тұрмын енді еркек болғаннан кейін мен геймін деп жатқан жоқпын мен кәдімгі еркекпін бірақ бұл киноның суть сода болып тұр да ең қызық жері фишкасы сол болып тұр ғой аға бір-ақ кадрда оны еще бүйтіп кәдімгі сүйіспейсің ғой шетелдің киноларында бар ғой гонорар жаңадан аға тым переживать етті десеңізші мен папама айтамын болмаса қазір десеңіз мен қазір задаток беріп кетейін сізге осы жерде не істейміз Папаң кім сонда бауырым? бизнесмен ғой өзінің бизнестері бар баяғыдан сен давай бүйтейік қайрат құралович деген есімеп бердіңіз Шымкенттен қайрекеңді ма иә танисыз ба танимын сол мен папам соның баласымын осы жерден аға мен задаток беріп кетейін сізге қазір бір жоқ тоқта мен біраз ойламаймын сен мына мынау аяғына неменемен бітеді соны айтшы ал басы жарайды сүйісумен аяғы сүйісумен бітеді ғой аға сіз түсінбей тұрсыз ба жоқ қараңыз сүйіседі бұл екеуі жоқ қараңыз былай болады киноның ең соңын басында бүйтіп трейлер сияқты көрсетеміз мынандай болады не үшін бұл екеуі сүйісті деген сияқты кино сөйтіп басталады ең соңында короче андай спор болады ғой андай екі қызбен біз екеуміз дос боламыз да сіз короче бір қызға ғашық боласыз сонымен екеуміз ана қызды сындыра алмай киноның соңына дейін болады қыздар ең соңғысында егер менімен сүйіссең мен номерімді беремін деген сияқты ше түсініп тұрсыз ба ең соңғысында сол қызды бақытты болып кетесіз ғой ой әшем получается нас бар біреумен бәстесіп сүйіскенде иә бірақ менімен сүйісесіз енді түсіндім егер келіссеңіз осы жерде мен қазір папаға айтамын сонымен қай күнде құдай қаласа жаңа жылдан кейін бастай берсек па деп жатыр бұл қайда түседі қайда түседі Шымкентте оны ағып январьда дейсің ба бастайды дейсің құдай қаласа иә предпродакшн басталады одан кейін продакшн одан кейін оны енді мен примерно шет жағасын ғана білемін да ше қалған бәрін папа өзі жаңағы анау режиссерлармен сөйлесіп бәрін шешіп жатыр мен білмеймін қай жақта түсіретінімізді ең қымбат қазақстан бойынша актерлардың бірі менмін оны білетін де шығарсың ғой жанбаев бірінші мен екінші үшінші руслан ол ақша жағынан серьезно дым проблема болмайды ертең әкеңмен непонятно жоқ папа мен айтқанымды істейді ғой береді ақша 100 мың қалдырып кет предоплата қол қояйын ба бірдеңке істейін ба қалай ол 100 мың теңге ма ой 100 мың емес кәдімгідей нормально тастап кетейін аға өзіңіздің чай пайыңыз бар анау мынауыңыз бар кім номерін жазып тағы бірақ жақсылап ойнап бересіз ғой иә жаман ойнап берген мен авторитет сразу келіскен қалай болады екен сценарийді жіберсін көрейік брат мен сценарийді өзгертеміз ғой сол қарап отырып мынау былай болсын мынау былай болсын точно сүйісесіз ба аға енді амал жоқ егер де мен қазір оны көріп тұрсам натуре былай болады екен мынау анау гейдің рөлі болмаса онда ойнап беремін жоқ гейдің рөлі болмайды да чисто спор үшін сүйісеміз бірақ ана кинода сүйіспеймін деп неғылмаңыз папа просто ондай неғылмай қалады да мінез ауыр да папаның ше біздікі де жеңіл емес бауырым или қазір сүйісіп көреміз ғой кетейік жоқ енді вообще ештеңе болмай қойсын кетеміз жоқ егер нормально сүйіссеңіз қазір сразу папаға звондап айтамын да нормально сүйіседі деп площадка бір ретте аға анау жаханды шақырып берді да папа Шымкентке сол жахан короче папа көп ақша берді да жаханға сөйтіп жаханмен сүйісіп көріп едім анда ауыз сасиды ма бір нәрсе екен да соны сен анандай емессің жоқ енді ондайға қатысым жоқ бірақ ұнайды дағы сүйіскенше еркектермен болды давай бауырым осымен тоқтатайық әңгіме керек емес ештеңе рахмет кино үшін жарайды базар етеді оны ойнап беруге болады да ол кинода ол біреумен бәстесіп еркекпен қызбен қазір бір мен кинода ол базар етеді әйел рөлін ойнап алло папа боссыз ба
мен қазір ана неде отырмын, папа Есентайда ше. Ана білесіз ба, папа, ана бизнес по казахскийға түскен аға ше. Иә, дәл өз. Сол кісімен отырмын да қазір. Сонымен киноның сценарийін айттым да, ең соңғысында сүйсеміз десем, бұлақ айтады, мен сүйіспеймін деп жатыр да. Жоқ, кинода да дедім. Өмірде жоқ. Жоқ, бүйтіп тұр, кинода ең соңғысында сүйсетін жері бар ғой. Соны айттым, короче, сүйсетін жерін сүйсем дейді да, соны қазір мен айтып жатырмын, бірет ана Жаһанмен білесіз ғой теманы. Соны қазір осы жерде сүйісіп көрейікші десем, бұл кісі айтады да, болмайды, мені гей деп тұрсың ба, анау мынау дейді да. Берші мен сөйлесем. Болмаңыз, папа, балаларыңызды жібересіз ба? Есентайдың 4-ші этажында отырық. Иә, жіберіңізші, осы жерде отырамыз. Давайте. Орын не болып кетті? Аға, сіз түсінбей тұрсыз бар ғой, мен папам кән әжептәуір кісі да, сіз келіспей тұрсыз да қазір. Қазір папам балалары келсін. Давай. Сөйлесеміз аға. Просто андай, мен не істегім келеді, соны папа істетеді да маған ше, любой маған ешкім жоқ демеген ғой, просто соны қазір. Есіміңден? Папам балалары келсін қазір. Алмас қой. Алмас. Ағылы, по-любому түсесіз о киноға мен. Папам балалары бар ғой қазір. Өз сөзіңе ответ бере аласың ба? Қазір келсін папам Давай достар. келсін. Аға, мен сөйлесіңші папамен. Алло, папа. Істейм деп тұр нағыл. Атпыстан нағыл. Істейм деп тұр ғой нағыл. Білмеймін нағыл. Бүгін ана жіберші ағалардына. Қаланы сыртына алып кеттіңдер нағыл. Ұлып тұр ғой нағыл. Ассалаумалейкум. Пранк бұл, братан. Кел, Векс. Ой, братан. Өтпейсіз. Орайын ба деп отырмын. Байқадың ба сол? Енді примерно түсіндім. Ай, ұрып жібереді ау деп, уже қой дедім, бітірейін дедім ғой. Ал, аға, не дейсен? Кәпір беттім, слишком. Мен ойлап отырмын да, енді кинода әрине бәрі болады, бірақ ол қазақ тілінде көрермен қалай болады екен. Бірақ киноның аты кино ғой деп, ондайға дайынсың деп. Бірақ енді мына жерде сүйіс көрейік деген қалай кетті? Мен еще анау ондайды жек көреді. Ұрғым келіп отыр да, бірақ анау папасы анандай деген ойлап отырмын да, мен қазір мен кінәлі болып қалсам айдап жібереді ғой деп та. Өйткені мен өз қол көтеріп қойсам не прав болып қаламын деп. Мін достар, көріп тұрсыздар, қазір ғана ағамызға пәленбай соң мін мына жерде партменам қайда? Мен ана көргенде фальшивый қойдым бәрі. Негізі фальшивый ғой. Мына жерде көріп тұрсыздар достар, қанша доллар тұр. Осы ақшаларды көріп, қазір ағам ақшаға сынып қалады, ақшаға бола қазір сүйсе салады деп ойладым, бірақ көріп тұрсыздар, ақшаға ондай арын намысын сатпайды, кәдімгі өзіміздің қазақтың намысы бар күшті ағамыз. Аға ренжі жоқ па шыққандай. Мәңіз аға. Жоқ, мен ойладым, мынау ауру бір бас істемейтін біреу ма деп ойладым да. Өйткені ақшанды көріп тұрмын ғой, сразу көрдім да, неме екенін. Жылағаннан вообще ойладым. Жылаға сөйін, бля, мынау далбайым, ұрайын ба, не істеймін мынаны деп тұрмын. Бірақ әдептілікті сақтайын не де болса деп. Шынымен алдандыңыз ғой енді аға. Мен қарасай дір-дір етіп тұрмын, ұрғым келіп тұрмын. Бір тұрып аласыз ба мен елі. Мен достар, бүгін бізді алдағы осы ағамыз. Достар, егерде видео ұнаса, арнаға лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Аға ренжі жоқ қошқандай. Жоқ. Давайте. Все.